Юлайық Кавказ деген чаттар бар. Кімді мысалы полицияларды өлтір, кімді кайынларды өлтір, олар не бермейлер деп паспорт жасап Сирияға барды. Елімізде террористік, экстремистік қылмысқа барған 10 жасөспірім сотталды. Терроризм мен экстремизм ауыр және аса ауыр қылмыстарға жатады. Виртуалды халифаттың сценарийін сызғандар кім? Қанша бала жанкешті лаңкес рөліне тартылды? Интернеттегі экстремистік тұзақты талқандап тастау мүмкін бе? Елімізде интернет арқылы деструктивті діни ағымдарға арбалып, террористік, экстремистік қылмысқа барған 10 бала түрлі мерзімге сотталды. Бұл соңғы 3 жылдың статистикасы. Істі болғандардың бірі Дидар. TikTok'та рекомендация өз шықты ғой. Типа бірақтар керек осындай крендер. Сол ізде қарадым, телеграмға кірдім. Юлайық Кавказ деген несі чаттар бар. Кірдім сол. Олар маған айтты. Тапсырма берді. Паспорт жасап Сирияға барды. Өз-өзінде жар деді. Мен соған дайын болдым. Адамдармен араластым. Исламский государство адамдармен араластым. Іздестірдім, таптым. Ақыр соңында ұсталып қалдым. Вилаят Кавказ Даиш халықаралық террористік ұйымының бір тармағы. 2015 жылы Абу Мұхаммад лақабатымен танылған дағыстандық лаңкес негізін қалаған. Шын аты жөні Рустам Асилдеров. Бұлар солтүстік Кавказ аумағында қарулы жихад ұйымдастырып, таяу шығысқа адам арбайды. Ресей Федерациясының күшті құрылымдары 2016 жылы арнайы операция кезінде Рустам Асилдеровтың көзін жойды. Бірақ оның жақтастары әлі де астыртын жанкештілерді дайындауда. Ескертеміз, Даиш халықаралық террористік ұйымының қызметіне Қазақстан Республикасының аумағында сот шешімімен тыйым салынған. Дидар 16 жаста. Атанасы ажырасып, әкесімен байланысы үзілген. Ал анасы жалғыз ұлын асырау үшін шарқ ұрып жүр. Өтпелі кезеңде өмірге өкпелеген жеткіншек ортасынан оқшауланады. Онлайн таныстар табады. Солардың идеологиялық өңдеуінен кейін өзгені өлтіріп, өзінде жарып жіберуге дайын болады. Өзі сабаққа бармай жүрдім. Мен колледжден шығып кеттім ол кезде. Жәннатқа кіреміз бауырлар. Шахада болу дайын болыңдар. Кезінде пайғамбарлар осылай істейді деп. Сондай сөздермен бауырлар болды. Сол кезде өлгім келді. Жәннатқа асықтым. Енді сөздері кәдімгі бауыр болды. Она чеченецтер айтты, полицияларды өлтір, кімді кайынларды өлтір, олар не бермейлер деп. Умма пророка деген көріп болды. Сияқты айтты, кайынмен жарып кетеміз деп. Сол. Терроризм мен экстремизм қазіргі кезде ең қауіпті қылмыстардың бірі болып саналады. Терроризм мен экстремизм тек біздің мемлекетімізде ғана емес, басқа мемлекеттердің бәріне қанатын жайып кетті. Мемлекеттің билігін күштеп алу, немесе тұрғындарды, халықты жаңағы үрей туғызу, қорқыныш сезімін туғызу, оларды әрқашан өзінің бір бойларында бір қорқыныш сезімін туғызатын әрекеттерге бару деп түсіну керек. Мемлекетіміздің аумағының біртұтастығын ешқандай күшпенен алуға, қарулы бүлікпенен оны бүлік шығарып, басып алуға, бір топтық, немесе нәсілдік, ұлттық, рушылдық бір астамшылыққа салып, топ-топ болып, жіп-жіп болып, ыдыратып жіберуге мүлдем тыйым салынған, оның жолы кесілген. Конституциямызда нақты жазылған. Қылмыстық кодексте террористік және экстремистік сипаттағы қылмыстар үшін жауапкершілікті көздейтін 25 бап бар. Жаңа сын-қатерлерге қатысты мұндай қылмыстардың тізімі кеңейтілді, және бұл ауыр және аса ауыр қылмыстар санатына жатады. Аталған баптар бойынша 3 жылдан 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал аса ауыр қылмыс жасағандар өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Ескертеміз, террористік және экстремистік қылмыс жасағандар 14 жастан заң алдында жауапқа тартылады. Телеграм арқылы видео тарата бастадым тоже.
Дәулет Ислам деп канал аштым. Соған видеолар сала бастадым. Адам өлтіру, бас шабу, сондайлар. Өзі 250 подписчик болды менде. 65 видео осындай тарттым. Сосын Атыраудағы біреумен араластым. Ұнамайды. Түрмеде бір апта отыр еді. Паспорт жасап беремін деді. Нелерін жібер, адресін жібереді. Содан кейін біртүрлі болып қалдым. Жіберген адресінде. Елімізде кәмелетке толмағандар арасында экстремизм мен терроризмнің алдын алудың 2024-2026 жылдарға арналған жол картасы жобасы жүзеге асуда. Мамандар қылмыстың зардабын талдап, зайырлы қоғам құндылықтарын жеткізуде. Патриотизмді дәріптеп, әр ақпаратты сүзгіден саралап өткізуді үйретуде. Қаншама рет ескертті маған, ешқайсысын тыңдамадым. Қылмысымды мойындаймын. Істеген әрекеттерім үшін қатты өкінемін. Тыңдамаған үшін қатты өкінемін. Жастарға айтарым, интернеттен білім алмаңдар, сәләфизмге жоламаңдар. Ол теріс ағым. Ата-аналарды тыңдаңдар, достар. Дұрыс, Қазақстан діни басқармасынан білім алыңдар. Қазір Дидар да, оның екі танысы да сот үкімімен түрлі мерзімге сотталды. Таяу шығыстағы ала шапқынға аттанар алдында лаңкестік жасап, ел ішінде қан састып кетуді жоспарлаған олар өздерінің қылмыстық мақсаттарына жетпеді. Бүгінде жасаған қателіктерін толық түсініп, тәубеге келген. Сырттан таңылған сайтани идеологиядан саналары сауыққан. Тағдырдың бұл ащы сабағы жаңа өмір жолын бастауға жігер берсе игі.